Саламатсыздарбы балалар, қазақ тілі пәні 121 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сын есім. Сен бұл сабақта дара және күрделі сын есімде дар жатуды үйренесің. Тақырып бойынша мәтін мазмұнын болжайсың, қатені табасың және түзеп жазасың. Бірінші жаттығу кестедегі сөздерді оқы. Дара сын есімдер ақ, қара, жасыл, сүйір, үлкен. Күрделі сын есімдер ағала, қара торы, сарала. Сын есімдерді салыстырып, қандай сын есім дара, қандай сын есім күрделі болатынын өзің айтып көр. Жасаған қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр. Дара сын есімдер балаларға қарап тұрсақ, бір ғана сын есімден тұрады екен, бір ғана сөзден тұрады екен. Ал күрделі сын есімдер екі сөзден құралып тұрады екен. Ақ ала, қара торы, сарала деген. Ал енді ережені қараймыз, үйде жақсылап жаттап аламыз. Сын есім дара және күрделі болады. Дара сын есім бір сөзден тұрады. Мысалы, көк, қою. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, ақсары, көгала. Күрделі сын есімнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Екінші жаттығу тақырып бойынша мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда. Ең алғашқы ұшу құралы қандай болған? Адам баласы ерте заманнан ақ жан-жағында ұшып жүрген құстарға, аспанда қалықтап жүрген бұлттарға қарап, солар сияқты ұшуды армандаған. Ұшу туралы неше түрлі аңыздар мен ертегілер ойлап шығарған. Қазақ ертегілеріндегі ұшқыш кілем де соның бір көрінісі. Адамдар ең алғаш ұшу құралы ретінде әуе шарын ойлап тапқан. Ол ыстық ауамен толтырылып, сол арқылы көкке көтерілген, кейіннен дирижабль деп аталатын ұшу құралы жасалды. Ұшу аппараттары туралы энциклопедиядан біліп ал. Мәтіннен сын есімді тауып, дара күрделі екенін ашады. Ұшқыш кілем дейді. Қандай кілем? Ұшқыш кілем ыстық ауамен. Қандай ауамен? Ыстық ауамен. Бұл жердегі сын есім ұшқыш, ыстық сөздері дара сын есім болып табылады. Жаңылтпаштың қатесін түзеп көшіріп жаз. Ұшақ құсша ұшар. Ұшақ ұшша ұзақ ұшар. Бұл жерде қате құсша емес, ұшақ құсша ұшар дейді. Құс сияқты деген мағынада білдіріп тұр. Ұшақ ұшша емес, ұшша деп естілгенмен ұшса деп айтамыз. Ұшақ ұшса ұзақ ұшар. Ұшақ құсша ұшар. Ұшақ ұшса ұзақ ұшар. Қатесіз әдемі көркем жазамыз. Төртінші жаттығу ребусты шеш. Шешуіндегі сөз сын есімнің қай түріне жатады? Сол сөзбен сөйлем құрап жаз дейді. Қара сөз шықты. Бұл жерде қара сөзі дара сын есім. Менің қара көйлегім бар деп сөйлем құрап жазайық. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.